Сәлем достар, бүгін біз қиярдың пайдасы туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік достар. Қиярды бүкіл әлем жейді. Қияр құрамында негізінде су құрайды. Сонымен қатар онда көкөністе А, В, С тағы да басқа да дәрумендер мен кальций, фосфор, магний, темір, тағы да басқа да минералдары бар. Қиярды кімдер жеу керек? Оның құрамы үйлесімді және құрамда ағзаға қажетті жасынық болғандықтан барлық адамға жеу ұсынылады. Бірақ әсіресе ол адамдар тобына пайдалы. Қалқанша без ауруы бар адамдарға, ісікті бейімді адамдарға, жүрек қан тамыры аурулары бар адамдарға, семіздікке бейімді адамдарға. Тұздалған және маринадталған қиярдың пайдасы қандай? Егер тұздалған және маринадталған қиярды мөлшермен жесе, оның зияны жоқ. Алайда мұндай өнімде тұз, дәмдеуіштер және де қышқылды өте көп болғандықтан ішектер туралы ауруы бар. Адамдарға жеу ұсынылмайды. Дүкеннің маринадталған қиярының құрамында сыртына қарап нақты білу мүмкін емес, сондықтан өзіңіз үйден дайындаған жөн. Қарапайым қиярды барлық адам жеуге болады ма? Қиярды асқазандығында жоғары қышқылдығы бар, асқазан және оның екі шек жарысы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге деген бөртпе бер шығу секілді белгілер байқасаңыз, онда аллергия болуы мүмкін. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қияр мән беріңіз. Қиярдың құйрығын қараңыз. Ол серпінді болу керек. Егер қиярдың түк дәні болмаса, онда көптеген зиянды заттар бар болуы мүмкін. Сары дақтар мен нитраттары көп мөлшерді білдіреді. Химикаттардың көп мөлшері қиярдың қабығында және де екі ұшында болады. Сондықтан оның қабығын ашып, екі ұшын кесіп тастаған жөн. Әрине, егер сіздің қиярыңыз өзіңіздің бақшада өсетін болсаңыз, онда қабығымен жеген сізге пайдалырақ. Қиярдың пайдалары: ағзадағы улы керексіз заттар шығарады, артық салмақтардан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартонды қышқылдары бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісіктің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестериннің деңгейін, қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөлінуі отыруға көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырмен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Және де ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімі таңдайдың арасында 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Және де аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге де болады. Шұңғылжа мен айналарды тазалауға да, бір тілімен ысқылауға да болады. Құрт құмырсқаға қарсы бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағазға топыраққа қою керек. Және де достар, келесі бізде баланы омырау сүтінен емізген кезде қиярды жегеннен бас тартқан дұрыс. Өйткені олардың құрамында талшықтар нәрестеде колик тудыруы мүмкін. Оларды нәрестеге 1,5 айлан бастап болғанда енгізген дұрыс. Егер ананың қияр жегін кеп тұрса, шынымен аз мөлшерде жеу оған зиян тигізбейді. Бірақ баланың реакциясын мұқият бақылау керек. Балаларға арналған қандай жеуге болады? Әрине, балаларға қияр беруге болады. Бұл көкөністер құрамында кремний болғандықтан анемияның дамуына жол бермейді. Міне достар, бүгін біз қиярдың пайдасы туралы сіздерге бөлістік. Мені қолдап отырыңыздар, сау болыңыздар, рахмет.